Қайырлы күн, құрметті достар, қадірменді оқырмандар. Мынау елімізде жарияланған төтенше жағдайларға байланысты дәл қазір еліміздегі әрбір мекемелер, әрбір ұйымдар онлайн режимде жұмыс жасап жатқаны баршаларыңызға аян. Бұл бағытта Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасы да жұмыс жасауда. Коронотерапия жобасы аясында бүгін біз жергілікті қаламгерлермен, өнер иелерімен, ақындармен кездесуді бастайық деп отырмыз. Ендеше бүгінгі ең алғашқы жүздесуіміздің қонағы Қазақстан Жазушылар Одағы Павлодар облыстық филиалының директоры, көрнекті ақын, жастар арасында өзіндік қолтаңбасы бар, бүгінде жалынды жырларымен көпке танылып үлгерген Жарқынбек Амантайұлы келіп отыр. Ендеше қадірменді достар, құрметті оқырмандар, алдағы 20 минут төңірегінде біз Жарқынбек екеуміз келелі әңгіме өрбітеміз деп ойлаймыз. Ал Жәке, қош келдің, қош көрдік. Енді өзің қазіргі таңда мынау Жазушылар Одағының облыстық филиалын қолға алғаннан бері біршама жұмыстарды атқарып жатырсың. Ендеше әңгімеміздің әлқисасын дәл осы одақтың төңірегінде атқарылып жатқан жұмыстардан бастасақ деп отырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым, құрметті оқырман қауым. Жалпы елімізде орын алып жатқан жағдай ешкімге оңай тиіп отырған жоқ. Бұл мәдениет саласының, руханият саласының адамдары болсын, немесе әдебиетте жүрген қаламгер қауымға болсын оңай тиіп отырған жоқ. Көптеген жоспарларымыз, көптеген жұмыстарымыз осы жағдайға байланысты тоқтап тұр. Бұл әрине еліміздің амандығы үшін, әрқайсымыздың еліміздің саулығы үшін болып жатқан дүние. Бұған барлығымыз түсіністікпен қарап отырмыз деген ойдамын. Жалпы ең алдымен бүгінгідей онлайн сұхбатты жүздесуді ұйымдастырып отырған сіздерге, яғни Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы облыстық кітапхана ұжымына, басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Өте сәтті және осы жағдайға орайластырған жоба деп танып отырмын. Жалпы Жазушылар Одағының Павлодар облыстық филиалын өздеріңіз білесіздер. Осы жылдың басында маған белгілі ақын, Алаш әдеби сыйлығының иегері, қоғам қайраткері, күрескер ақын Арман Қани ағамыз өзі маған табыстаған болатын. Бұл кісі үлкен бір сенім артып табыстады. Бұл кісілердің маған артып отырған сенімі, бұл сенімнің жүгі деген ең бір ауыр жүк тартып отыр. Осыны абыроймен көтеруге тырысамыз, тырысып та жатырмыз, және осы бағытта сөзсіз біраз қолдауға да ие болып отырмын деп айтсам болады. Әрине, ең әуелі аға буын тарапынан қолдауға ие болып отырмын. Одан бөлек мәдениет және тілдерді дамыту архив басқармасының тарапынан да ерекше қолдау көріп отырғанымды айта кеткім келеді. Бұл маған қолдау емес, бұл әдебиетке қолдау, бұл Жазушылар Одағына қолдау, бұл қазақтың сөз өнеріне деген бір қолдау деп білемін. Осы орайда бірқатар жоспарларды алға қойып іске кірісе бастаған болатынбыз. Атап айтар болсақ, биылғы жылы республикалық үлкен қаламгерлердің бір жиыны осы өңірімізде өтсе деп ойлап едік. Енді әзірге уақыты шегерілді, белгісіз уақытқа дейін. Одан бөлек республикалық ақындар мүшәйрасын жариялауда жоспарда бар болатын. Енді о да өз қазіргі ахуалға байланысты кейін шегеріліп отыр. Десе де, біз алдағы уақытта тағы да бірқатар жобалар жүзеге асырмақшымыз. Нақты тоқталатын болсақ, мынау өңірімізде кейінгі уақытта жас қаламгерлердің кітабының жарық көруі кенжелеп қалғаны жасырын емес. Бұл шындық. Бірқатар жас ақындарымыз, немесе жас деп айтпаймыз, енді мынау қалыптасқан, қаламы әбден бір өз жолын тапқан, одан бөлек республикаға танымал болып үлгерген бірқатар ақындар бар. Сол кісілердің жаңағы кітаптарын шығару мәселесі бізде көп жылдар бері біраз тұралап қалды. Бұған әртүрлі жағдайлар себеп болды. Әрине, жас ақындарға осы уақытқа дейін бірқатар жалпылама жинақтар жарық көрді. Десе де жеке жинақтардың болмауы біздің өңіріміздегі Жазушылар Одағының мүшелерінің санын арттыруға, оған жастарды кіргізуге біраз айтарлықтай кедергі жасап отыр. Осы келеңсіздіктің орнын толтыру мақсатында биыл жылдың аяғына дейін 3-4, мүмкін 5 ақынның кітабын жарыққа шығарып берсек деген жоспарымыз бар. Одан бөлек үлкен аға буын ақындардың ішінен, қаламгерлердің, жазушылардың ішінен де кітаптарына
бір жаңағы қолдау көрсетіп, сол кісілердің де кітабын жарыққа шығарсақ деген ниет бар. Ол үшін әрине ақылдасып отырмыз, ағаларымыздың өзімен де ақылдасып отырмыз. Кімде дайын дүние бар, кімде жазылып енді оқырманға жетуді күтіп отырған туындылар тұр қолда, соларды шығарсақ деген жоспарды көздеп отырмыз. Бәрекелді, тамаша. Енді біздің білуімізше осы тек қана Павлодар облысында ғана емес, басқа бірнеше аймақтарда мына облыстық филиалдардың тізгінін осы жастар қолға алып отыр екен. Осы биылғы жылдың басынан бастап менің білуімше. Бұл енді шынымен де мына Қазақстан Жазушылар Одағының басшылығының жастарға деген бір ерекше сенімі деп ойлап отырмын, өз ойым. Осы одақтың қазір жұмысын алға арттыру мақсатында жаңағы Ұлықбек Есдәулет ағаларымыз, Ақберен Елгезек ағаларымыз осы одақтың басында жүр ғой. Осы басшылық тарапынан қандай да бір мақсат, міндеттер, тікелей бір тапсырмалар бар ма жүктелген? Дұрыс айтасыз. Расымен де қазір Қазақстан Жазушылар Одағының жер-жердегі филиалдарына өзіміз қатарлы, яғни жас азаматтарды қою көзделіп отыр. Бұл мені тағайындауға арнайы келіп қатысқан Қазақстан Жазушылар Одағының жаңағы төрағасының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек ағамыз да баса айтып өтті. Жалпы Қазақстан Жазушылар Одағының алға қойып отырған мақсаты жұмысты екпіндету, жұмысқа қайтадан бір жаңаша қарқын беру, ол үшін жастарды тарту, жастарды көптеп тарту және жер-жердегі одақ мүшелерінің санын арттыру, сол арқылы жасарту, жастарды көбірек енгізу, бұл алға қойып отырған мақсат. Бұндағы мақсат қазақ әдебиетінің тәуелсіздік кезіндегі туған, тәуелсіздік уақытында қалыптасқан қазақ әдебиетінің өкілдерін таныту, соларды шығару негізгі мақсат болып отыр. Маған да жүктеліп отырған үлкен міндеттің бірі осы деп білемін. Бұның алғашқы қадамдары сол. Бүгінде өңірімізде емес республикада белгілі болып қалған бірқатар ақындардың кітабын шығарып беру, сол арқылы жаңағы одаққа мүшелікке өткізуге дайындау. Енді жазушылар одағына мүшелікке өтудің белгілі бір шарттары бар. Бұрынғыдай емес, өте қатал. Міндетті түрде 2 кітап жарыққа шығу керек, кем дегенде. Одан бөлек республикалық, халықаралық байқаулардың жүлдегер немесе жеңімпазы болу керек. Әдеби байқаулардың. Бұл шарттарды орындау оңай емес, бірақ десе де бізде осы шарттарды орындап, тек кітап саны жетпей тұрған, немесе тіпті дайын болып тұрған азаматтар баршылық. Осы кісілерді алдағы уақытта одақ мүшелігіне ұсыныс хаттар жолдайтын боламыз. Демек, жастар, әдебиеттің айналасында жүрген жастар бір әдебиетке жүрдім бардым қарамай түбегейлі айналысу керек. Және бұл өңірде, бұл мақсатта жаңағы республикалық мүшәйралардың өтуі де ендеше ауадай қажет болып тұр деген сөз. Өзіміз білеміз, жуырда ғана өзім мына Қызылжар өңірінен бір республикалық әрі мүшәйраның бас жүлдесін қанжығалап қайтқаның бар. Құтты болсын дейміз. Тағы да осы оқырмандардың, көрермендердің алдында құтты болсын айтайық. Және осындай тағы да ірі додалар, жыр мүшәйралары өте ме? Біздің өңірде немесе басқа өңірлерде қазір өту жоспарда бар ма негізінен? Жалпы өте дұрыс айтасыз. Жазушылар одағына мүшелікке өту үшін байқаулардан, әдеби байқаулардан немесе жаңағы мүшәйралардан, республикалық деңгейдегі мүшәйралардан жүлдеге атану қажет деген шарт енгізілген болса, бұл шаралардың өтуіне де сұраныс жоғарылайды және қажеттілік туады белгілі бір деңгейде. Сол үшін бұл шараларды қолға аламыз, жиі қолға аламыз. Қызылжар қаласында өткен мүшәйрада, бұл аймақаралық мүшәйра, бұған 40-тан астам 50-ге жуық ақын қатысқан екен. Енді сәтін салып жаңағы бас жүлде алу бұйырды. Енді десе де сол жерде бірқатар ақындар, елімізге танымал болып қалған, белгілі болып қалған ақындар қатысып жүлдеге иеленіп отыр. Бұл деген сөз, яғни ол кісілерде алдағы уақытта одаққа мүшелікке өтуге бір қадам жақын деген сөз. Дәл осындай шараларды жүзеге асыру үшін бізде жоспарлап отырған мүшәйралар бар. Шығыстың қош жұлдызы деген атаумен Хакім Абайдың 175 жылдығына және Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған ауқымды республикалық, бәлкім онлайн мүшәйра жариялау көзделіп отыр. Енді бұдан бөлек жаңағы өздеріңіз біліп отырған, естіп те жатқан боларсыздар, биыл белгілі қаламгер,
жерлесіміз деп айтсақ болады, Қадыр Тайшықтың туғанына 120 жыл. Осыған орай мынау бір республикалық мүшайра, сатира жанрында жазатын қаламгерлер арасында үлкен мүшайра жарияланып отыр, байқау жарияланып отыр, жалпы әдеби байқау. Осыған күні кеше ғана міне республикалық сайттарға, әлеуметтік желілерге және біздің жазушылар одағының Павлодар облыстық филиалының парақшасында жариялана бастады. Бұл да келелі іс деп айтқым келеді. Бұл да біздің өңіріміздің қатысуымен, өңір әдебиетшілерінің, соның ішінде атап айтар болсақ, жазушылар одағының мүшесі Сайлау Байбосын ағамыздың жаңағы ұйытқы болуымен көптен бері жоспарланып жүзеге асырылып отырған іс-шара. Осындай шаралар әлі де болса жалғасын табады. Бұл да бір атқарылып жатқан, одақ филиалының өкілдері қатысқандықтан осы одақ филиалы тарапынан атқарылып жатқан істің бірі деп айтсақ артық айтқандық емес болар. Ендеше қадірменді достар, құрметті қонақтар, қымбатты қаламгерлер, құлақтарыңыз түрік болсын. Осындай республикалық ірі жыр байқауларына барлықтарыңыз атсалысып қатысқандарыңыз жөн. Бұл әрине бір жағынан тәжірибемізді арттыратын болса, екінші жағынан одаққа мүшелікке өтуге бір табан жақындататын дүние екені айдан анық. Ал Жәке, енді өзіңнің жеке шығармашылығына қарай ауыссақ дейміз. Енді біздің білуімізше осыған дейін, бүгінге дейін 2 кітабың жарық көріп үлгерді. Біріншісі Аллажар деген атаумен жарық көрді, екіншісі Ескі сурет деген атаумен осы мына қолыңда отырған жаңа кітабың деп айтайық. Оқырманға көрсетпей. Құтты болсын дейміз. Ал енді көбі осы оқырмандардың көпшілігі бірден осы Ескі сурет деген атауға бірден назар аударады. Неліктен кітаптың аты осы Ескі сурет болып қойылды екен деген көптеген сұрақтарды қойғанын мен азаматтардан білемін. Осыған бір ауыз өзің жауап беріп өтсең. Жалпы кітаптың атауын қою оңай дүние емес. Қай қаламгер үшін де бір ойланатын, толғанатын дүние. Расымен де кітаптың қазіргі уақытта ерекше ат қоюға тырысатын қаламгерлер өте көп. Түсініксіз, адамды қызықтыратын, адамды іздендіретін, бұл не деген сөз екен, бұның мағынасы, астары не екен деп жаңағы толғандыратын атауларды қойып жатқандығы жасырын емес. Сондықтан біз де толғандық, біз де ойландық, бірақ бір елде жоқ, жерде жоқ ат қоймасақ та Ескі сурет деп ат қойдық. Өйткені дәл осы тақырыпта жазылған өлең бар болатын. Ескі сурет бұл әркімнің үйінде суреттің қоры бар, альбом бар. Соның ішінде бір өткен уақыттың белгісі болған жаңағы ескі суреттер бар. Ол суреттердің ішінде көз тірі жандар бар, өмірден өтіп кеткен жандар бар. Бұның барлығы бір адамға әсер етпей қоймайды. Оны аударып қараған кезде бір ескі естеліктер адамда бір сағыныш бойын меңдейтіні белгілі. Осындай бір сезімді кешіп отырғанда туған өлең болатын. Сондықтан ол ыстық өлең болды өзіме. Сондықтан осылай аталды. Бәрекелді. Ендеше мына балыққа таяз судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Ендеше бүгінгі өзіңнің алып келген оқырмандарға арнайы алып келген жыр шашуыңды тыңдайық. Бірінші рұқсат болса, осы Ескі сурет өлеңінен бастасақ. Бірер өлең оқып берейін. Әрине Ескі сурет. Өткен өмір тым тәтті тарта түсер, ащы мұң кешкен сәтің көп болса да, елеусіздеп еңсеңде артады шер. Ескі суретке айналып жоқ болса да, ескі сурет бейнесі сағыныштың көмескі тартқан сайын жанды жеген, отты көздер жүрекке шағылысты, әдемі ән боп кеткен әңгімедей. Сол кездің сезімімен тыныстаймын, жүрегін мұңға тосқан мен ғана ма, ескі ойменен жаңа күн жылыстайды, талай жылдар түседі енді араға. Өткеннен қолға түскен үлесімдей, ескі сурет ішінде қымбат жандар, жылар ма едің, жоқ әлде күлесің бе? Егер қазір барлығың тіл қатсаңдар, демеспін дүниені кездім бекер, өтуде шерде жазып шеткер күнім, көнестелік сен өзің сездің бекен, кей бейнеңнің мәңгі өшіп кеткендігін. Ескі сурет бір парақ өткен күнім, одан көп болмайды екен жалын жастық, көрсетті айна уақыттың өктемдігін, сезім ғана қаларым жаным ыстық. Сурет көктем, отырмын жанарым күз, қадырын қайран күннің ескеріп пең, бір күні күліп қарап қаламыз біз дүниеге ескілеу естеліктен. Шынымен де осындай бір сырлы өлеңдер, мұңға толы, кешегі өткен күнді көз алдыңа әкелетін өлеңдер әрине
өзіңнің бір оң жамбасыңа келетін дүние деп мен өз басым ойлаймын. Өйткені Жәкеңнің өлеңдерін шынымен де өз басым көбірек оқимын, көбірек зер саламын. Бір рет оқығанда адамға мүлдем басқаша, екінші рет оқығанда тіптен басқаша әсер етуі мүмкін. Ендеше жыр шашуымызды ары қарай тағы бір өлеңменен жалғасақ деп отырмыз. Жақсы, рахмет. Қазір енді әртүрлі жағдайға байланысты өлеңді өте бір жиі жазбасақ та жазып жүрген жағдайымыз бар. Жаңа өлеңдерді жаңаша бір топтап, жаңаша бір қалыпта, жаңаша бір жүздесуде оқырманға ұсынамын деген ойым бар. Әзірге осы ескі сурет кітабының ішіндегі өлеңдермен шектелсем деп отырмын. Мынау біздің еліміздің кейде бақытты ел екендігіне бір мойындайсың кейде. Әрине, келеңсіздіктер орын алып жатыр, түрлі көңіл толмайтын дүниелер бар елімізде болып жатқан. Әттең шіркін былай болғанда ғой дейтін бір дүниелер жоқ емес, бірақ десе де біз шекарасы бар, елі бар, заңы бар, туы бар, және өзі салған астанасы бар ел екендігіміз ойлаған кезде бір басқаша бір сезім меңдейді адамды. Сондай бір көңілімен жүргенде жазған өлеңдер бар еді. Астанадағы Хан Шатыр деген үлкен сарай бар. Бұл бір қазақылықтың көрінісі, әртүрлі елдің құрылыс көшірмелерін әкелдік қой, бірақ Хан Шатыр бұл біздің ұлттық болмысымызға тән дүние болғандықтан осыған қарап бір туған дүние бар еді, соны оқып берсем. Бәрекелді, бірге тыңдайық. Хан көңіл жұрт Хан Шатыр, сая болып көңілге тал терегін теңселеді басында әр төбенің. Бүгін тағы жол тарттым өзің жаққа, есенбісің елорда мәртебелім, есенбісің Астана ән сапырған, есіл халқым еңбекпен жан шақырған, хан көңілдеу өмір бар етегінде, хан көңілді жұртым жүр Хан Шатырда. Хан Шатырға қарайды қыр баласы, қағар таңдай қалайша құрғамасын, қайталанбас қазақтың болмысындай, дүниеде теңдессіз бір ғанасың. Бір күн шөгін бүлкілдеп жүрегімдей, дулығасы даламның тірегіндей, қасарсып тұр әне сомархандар, қазақтың бір сірі білегіндей. Сөйле тарау тұлғаңды балша тілім, арнап бекен жырдың да қанша түрін, бойымдағы көшпенді ыстық қанның өшпей қалған рухындай Хан Шатырым, зымырандай аспанға қар сатылған, бөлек кетіп қоғамнан ар сапырған, қам көңілдеу тірлігім ұмыт қалып, хан көңілмен отырмын Хан Шатырда. Бәрекелді. Шынымен де дәл бүгінгідей қысылтаяң кезде халықты берекеге, бірлікке шақыратын, халықтың рухын оятатын дәл осындай өлеңдер оқылу керек деп өз басым ойлаймын. Ендеше тағы да бір өлең тыңдасақ артықтық етпейтін шығар. Құрметті достар, бірге өлең тыңдайық. Жарқынбек Амантайұлы күнде сіздермен онлайн кездесу өткізіп өлең оқи бермейтіні анық. Ендеше тағы бір өлеңге. Расымен де бүгінгі қазіргі алмағайып заман еліміз үшін де, жалпы әлем үшін де оңай болып отырған жоқ. Құрметті осы сәтті пайдаланып тыңдарман қауымға, жалпы жұртшылыққа бір ауыз айта кеткім келіп отыр. Біздің береке бірлігіміз аса маңызды, бір өлер сәтте тұрмыз, бір нағыз шешу сәтте тұрғандаймыз. Сондықтан аман болайық ағайын, береке бірлікте. Мынау тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Басшылық білетін ағайын нұсқап отырған жолдан бәріміз бірге табылайық, еліміз аман болсын. Соңғы көш деген өлеңді оқып берейін. Осыдан біраз жыл бұрын жазылған, 10 жылдан асып кеткен екен бұл өлеңге. Сағынбай болмас санада қалды сары алтын, шаңырағында шарықтай берді марал түн, шапқылап өткен күстабан ұлы оятып тезек отыны түтін көтерді қаралтым. Аңқау даланың аққуына ұқсас әппақ үй, іңгәсін айтып ағаш бесіктен ақ сәби, соңғы қазақтар күзеуден көшпек күн ертең қаралы тауға қарала төбет қақсады. Кісінеп қолдар кілең жүйріктің күй мұңы, азынап жатты тәңір тілектің бұйрығы, кестелеп отыр кер марал қызы сәріден кеше түндегі аққан жұлдыздың құйрығын. Құланы қашқан құдайы аспан мекен көк, желмая шөкті шеңгел жемеске жетем деп шалқайып қалды. Шаңырақ күмбез шаң тартып киелі төрдің иесі мәңгі кетерде. Сырбаздары далада соңғы рет шырқап жақып түн, шынайы мұң шымыр жүрекке батып тұр. Шырайы кетіп киесі қайтпас жұртында көне қобыздың шанағы қалды. Бақытты
қалқия берді қарасын алдан тосып-ай, күз көлкілдеді, бұлт көңілдердің босынай, қазақтың жанын аманат етіп көкжалға, қыстауға қарай соңғы көш кеткен осылай. Бәрекелді. Шынымен де бір рухты дүр сілкінтетін өлең. Осы өлең кезінде республикалық басылымдардың біріне жарияланған кезде атақты белгілі сыншы Бекен Ыбырайым осыған бір тамаша тоқталып, өзіңнің өлеңдерінің топтамаларын алғаш рет Алаш елінен сүйінші сұрап бір жариялағаны есімде, сол кез есіме түсіп отыр осы өлеңді оқыған сәтте. Енді бізде барлығымызда осы қалам ұстап жүрген жастардың көпшілігі Мұқағалиға, Қадырға, тағы да басқа ақындарға еліктеп өстік қой. Шынымен де өзіңде мәңгіліктің жаршысы жасынды өлең, мен де сендей өлеңнің басынды өлем, жырларыңнан жүрегім жылып мұздап, қарасаздың сезінсін тасын денем деп Мұқағали Мақатаевқа арнаған арнау өлеңінде жазған екенсің. Шынымен де өзің осы өмірде қай ақындарды, кімдерді үлгі тұтасың, және олардың шығармашылығы саған несімен қонды? Рахмет. Расымен де сол Бекен ағамыз бір студент кезімізде достан 15 жылдай бұрын уақыт сияқты. Сол кезде Бекен Ыбырайым ағамыз пікір жазып, қазақтың жанын аманат етіп көкжалға деген тақырыппен қазақ әдебиетіне алғаш менің шығармашылығым жайлы бір ауыз пікір білдірген кезде төбеміз көкке екі аяқ жетпей қалған еді. Бұл бір қанаттандырды. Бұл менің алдағы уақыттағы әдеби өмірге тең араласуыма, жан-жақты ізденіске түсуіме жол ашқандай болды. Ол кісіге зор алғысын білдіргім келеді осы сәтті пайдаланып. Және қазір қаламгер көп, қазақ әдебиетіне үлкен жолдар әкеп салған, үлкен трендер тартқан ақын жазушылар бар. Әрқайсысына еліктеуге болады, әрқайсысына солықтауға болады, әрқайсысының жолын қуалап кетуге болады. Бірақ әр қаламгер үшін өзіңнің жолыңды қалдыру, өзіңнің үніңді қалдыру ол маңызды дүние. Сондықтан бір адамға қатты еліктеймін деп айтпаймын, бірақ үлгі тұтқан ұстаздар өте көп. Алғы буын ағалардың қай-қайсысына тізбелеп айта беруге болады. Оның ішінде менің шығармашылығыма жалпы бір рухты өлеңдер жазуға итермелеген Арман Қани ағамызды мен ерекше айтатын едім. Бұл кісінің өлеңдерін жұрт біледі, алаш жұрты біледі. Бұл кісінің қандай ақын, өмірімен өлеңі үйлесіп жатқан ақын екендігін ағайын біледі. Осы кісілердің бір күрескерлік рухы, қайсарлық рухы менің де өлеңнің кейбір жолдарынан көрініс табатынына мен сенімдімін. Одан бөлек әрине республикалық деңгейде көптеген ақындарды мен аға тұтам, үлгі тұтам. Дәулеткерей Кәбіл ағамыздың шығармашылығын білесіздер. Баланың боз жусаны аңқып тұр. Одан бөлек мен ерекше қадір тұтатын, үлгі тұтатын, ұстаз тұтатын Ықылас Ожайұлы сынды қаламгер ағамызды ерекше құрметтеймін. Ол кісінің жүздесе қалсақ жаңағы әңгімеге тартып, ол кісіден бірден үйреніп қалғымыз келіп тырысып жатамыз. Бауыржан Қарағұзов ағамыз бар, Ақберен Елгезек ағамыз, лириканың немесе ақ өлеңнің жаңа бір аңқыбасын алып келген ағаларымыз. Ұларбек Нұрғалым ағамыз. Бұл кісі енді мынау этнографтық ұлттық болмысымызды жанымызға сіңіретін, қайтадан рухтандыратын, жанымды бір жадыратып түлететін ағамыз екендігі белгілі. Осы кісілермен үндеспіз, сырласпыз, жақын араласамыз. Осы кісілерді ұстазым деп айтсам артық айтқандық бола қоймас. Бәрекелді. Енді тағы да бір өлеңге кезектесек. Жалпы мен айта кеткім келеді, өмірімізде бірқатар жақсы ақындар баршылық, Құдайға шүкір, және бірқатар жас қаламгерлер дүниеден өтіп кетті. Оны жұртшылық біледі. Белгілі айтыскер ақын Ару Алмагүл Жүгінісованы білеміз. Одан бөлек Гүлзат Мейрамова марқұм. Одан бөлек біздің жұртқа толық танылып үлгермеген қаламгер қауым жақсы білетін Әміржан Болатханұлы деген ақын досымыз өтті. Ол жігіттің де өлеңдері бір кітапқа жүк болатын туындысы қалды. Проза да жазды, сатира да жазды бұл жігіт. Ән де жазды. Осыны бір топтап, биылғы күзге дейін шығарып, бір шығармашылық кешін өткізсек деген жоспарымыз бар. Ол ақын досымның қай-қайсымыздың да қаламгер жастардың қай-қайсының өмірінде алатын орны ерекше. Сол жігітті көз жазып қалған сәтте жазған өлең бар еді, соны оқып беруге рұқсат етіңіз. Бір ақынды іздеймін, ақын досым Әміржан Болатханұлына. Мұңды көзбен жымиятын қаламға, мұңды көзбен жадырайтын қуанып. Бір ақынды іздеп жүрмін қаламда, күздің жүзі солған кезде қуарып.
көшедегі нөпірдені ағызбас, кер толқынға ұқсайтынды кескіні, солса да өзі, болса да өзі нағыз дос, жаданжылық жоқ болатын ешкімі. Сондай еді, осындайды сипаты, оны тану қиын емес, көзінен қарашығын қара бұлтқа сипатып, рухы өрлеп кетті ме екен өзінен. Шынымен де ұмытқан ба ел түгел, сарғыш шамдар, сағынбай ма шуағын, болған еді әйтпегенде ентіге мені дөзі, іздеп келер уағы, бұл шаһардың жылымапты жүрегі, іздеу сала суреттерін ілмейді-ау, ақын өзі жоғалғанын біледі, қала кімді жоғалтқанын білмейді-ау, бір ақынды іздеймін. Міне де жүректі толқытатын бір шынайы көңілден туған өлең екені көрініп тұр. Расымен де Әміржан Болатханұлының өңір әдебиетінде алатын орны ерекше болатын, болмысы да бөлек жігіт еді өзінің. Енді осынау қиын қыстау сәтте бізбенен бірге болып Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасының арнайы жобасын қолдап, бүгін бізбен жүздесуге келгеніңізге мыңда бір рахмет. Осындағы онлайн арқылы бізді тамашалап отырған оқырмандарға, көрермендерге айтатын тілегіңіз болса, мархабат. Расымен де қазір жалпы елімізде болсын, әлемде болсын бір алмағайып заман болып тұр. Қандай заман келсе де қазақ басынан елдігімен өткерген, бірлігімен өткерген ағай. Сондықтан біз үшін әрине кез келген қиындық, кез келген жағдайдан ең маңызды дүние біздің елдігіміз ағай. Біз осындай әлем бір бейжай сансыраған күйге түскен шақта біз елдікті сақтап қалуымыз керек. Біз береке бірлікті және амандықты сақтап қалуымыз керек. Осы бағытта барлығымыз жұдырықтай жұмылып, бір ел, бір кісідей, бір адамдай болып, бір адамның толық буыны мүшесіндей болып жұдырықтай жұмылуымыз қажет. Сондықтан еліміз аман болсын ағайын. Баршаларыңызға жолдап жатқан, жазып жатқан жылы лебіздеріңізді көріп отырмыз, оқып отырмыз. Зор алғысымызды білдіреміз. Пейілдеріңізге Алла разы болсын. Өңірімізде ел тынышталса, мынау қазіргі бір шектеулер барлығынан тазарып, барлығынан арылсақ, әлі де әдебиетімізде, руханиятымызда, жалпы өңіріміздің мәдениетінде үлкен келелі шаралар жүзеге асатындығына сенімдімін. Сіздер де сенімді болыңыздар. Елдің ертеңіне үлкен сеніммен, жаңа бір жігермен қадам баса берейік ағайын. Рахмет. Бәрекелді. Осындағы оқырмандардың көпшілігі өзіңіздің өлеңіңізді тыңдап, шығармашылық шабыт тілеп, керемет бір тәтті тілектерін айтып жатыр екен. Ендеше біз де осынау оқырмандардың, осынау достардың айтқан тілегіне біз де қосыламыз. Шынымен де қадірменді оқырмандар, осынау сәтті пайдаланып, үйде отырып кітап оқуларыңызға болады. Ол үшін Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасының парақшасына немесе ресми сайтына кіріп, ондағы барлық мәліметтерді ала аласыздар. Және үйде отырып бала шағаның қасында, отбасының қасында отырып әдеби, рухани байлыққа кенеліп, керемет таңдаулы шығармаларды оқи аласыздар. Ендеше уақыттарыңызды тиімді пайдаланыңыздар дегіміз келеді. Ал құрметті Жарқынбек Амантайұлы, бүгін бізбенен арнайы осы жобаға, коронатерапия жобасына келіп қатысып, қолдау білдіріп, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін мыңда бір рахмет. Ел аман, жұрт тыныш болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Сохранить,